Армысыздар, құрметті достар. Менің атым Серікбаев Сырым, және бүгін біз ежелгі грек философиясы мен атақты грек философы Сократ турасында әңгімемізді бастайық деп отырмыз. Ежелгі Грекия. Философия әлеміне саяхатқа аттанбас бұрын ежелгі Грекияға көз жіберіп көрейік. Бұл биік таулар қоршаған, құнарлы жазирасы бар, аумағы шағын, табиғаты қатал аймақ еді. Бұл жерлерді тәуелсіз, ер жүрек және денсаулығы мығым адамдар мекендеді. Саяхаттың ең қарапайым тәсілі теңіз жолы еді. Қалалар бір-біріне өте жақын орналасқанымен, араларын күрделі рельефтер бөліп тұрды. Гректер көкөніс пен жемістің бірнеше түрін ғана өсірді. Балық қоры мол болған жоқ. Ешкі еті негізгі тағам ретінде көп пайдаланылды. Барлық жерде зәйтүн ағаштары жайқалып өсіп тұратын. Зәйтүн майы шарап мол болды. Ауа райы ыстық, жазы өте құрғақ, ылғалы аз еді. Аптап ыстық адамды қалжыраттатын. Осындай аймақты мықты, іскер, алғыр және зерек деп сипатталған адамдар мекендеді. Ежелгі Грекия қазіргі мемлекеттердей біртұтас болған жоқ. Әр қала тәуелсіз құрылым еді. Афина қаласы шамамен 240 мың адам мекендеген мемлекет болды. Тұрғындарының басым бөлігі құлдар еді. Қаланы тәуелсіз азаматтардың халықтық жиналысы басқарды. Афина сәулет өнерімен, музыкасымен, әдебиетімен және философиямен танылды. Ал Спарта мүлде басқа ел еді. Ол қатаң әскери мемлекет болады. Мұнда сәбилерді ата-ана құшағынан алып кетіп, әскери ортада тәрбиеледі. Спарта әдебиетті, сәулет өнерін немесе өнерді басқада түрлерін бағалаған жоқ. Экономикасы қолдар еңбегін пайдалануға негізделді. Ал барша ер азамат тек әскери істі ғана меңгерді. Сократ философияның бастауында тұрған жанын бір болды. Оны философия үшін зардап шеккен ең алғашқы адам деуге де болады. Ақиқат жолындағы табандылығы мен адалдығы Сократты өлімге душар етті. Сократ Афина жастарын азғындатты. Қаланың құдайларына құлшылық етпей, жаңа құдайларға табынуға шақырды деп айыпталды. Сократ шамамен біздің дәуірімізге дейін 470 жылы дүниеге келді. Жастық дәуірені мен балалық шағы Афина қаласының ықпалы артып, мәдени даму шарықтау шегіне жеткен кезеңіне тұспа-тұс келді. Сократ Афина армиясында гуплет қызметінде болды. Түр келбеті өте ұсқынсыз болған. Бір замандасы оның сатирға ұқсайтынын айтыпты. Енді бірі Сократтың жүрісі суда жүзген құсқа ұқсайтынын, көзі аударылып, төңкеріліп тұратыны айтады. Ол қысы жазы бір киіммен және үнемі жалаңаяқ жүретін. Сократ өте ыңғайсыз қалыпта
ұзақ уақыт бойы қозғалмастан тұра беретін. Сірә, бұл оның ақыл-ой тұғиығына бойлауының ұзаққа созылған сәттері болса керек. Дельфилік Савегей тірілер ішінде Сократтан асқан кемеңгердің жоғын айтыпты. Сократ өзінің дана екенін түсінді, өйткені өзінің ештеңе білмейтіні білді. Ол адамгершілік туралы толғаған мысқылшыл философ. Сократтың негізгі әдісі адамдардан олардың өз пікірлерінің дұрысы мен ақиқат екенін қайдан білетінін сұрау болатын. Демек, ол философиялық жүйе жасаушы емес, басқа адамдардың ойларын қатаң сынаушы. Сократ этика ұғымын бірінші болып тұжырымдады. Сократтың өмірі туралы бізге жеткен мәліметтер бойынша, оның әйелі Ксантиппа долы, тілі ащы жан болған. Сократтың жастық шағында Афина өзінің байлығымен, жоғары даму деңгейімен және қуаттылығымен даңқы шықты. Афинаның саяси құрылымы демократиялық болып, қаланы әлеуметтік белсенді ақсүйектер басқарды. Халық барлық дау-дамайды түрлі соттарда шешті. Судьялар жеребе бойынша сайланды. Сондықтан шешен сөйлеудің маңызы өте зор еді. Біздің дәуірімізден дейінгі 5 ғасырда адамдарды иландыру өнерін насихаттаған жиһангез ұстаздар құралған ерекше әлеуметтік топ аса танымал болды. Олар софист, жастарды саяси өмірге дайындайтын кәсіби оқытушы ретінде белгілі еді. Жалпы алғанда, олар дінге, моральдық қағидаларға, немесе өмірлік философиялық көзқарастарға немқұрайлы қарады. Софист Протагор, адам барлық заттардың тіршілікте бардың бар екенінің және тіршілікте жоқтың жоқ екенінің өлшемі деп үйретті. Сократ софистермен келіспеді және олармен сөз майданына түсті. Ол үшін адамгершілік ұстанымдар қашанда маңызды болды. Ол лайықты азаматтар тәрбиелеуге тырысты. Сократ ізгілік басты құндылық деген пікірді ұстанды. Ешқандай сыртқы себеп адамды ізгіліктен айыра алмайды. Сократ бұл дүниелік байлықты елең қылмады. Ол рухани дүниеге қатты қызықты. Сократ әрдайым өзін надан адаммын деп санады. Ол ештеңе білмейтінін білгендіктен ғана басқалардан ақылдырақ болды. Бірақ Сократ білім іздеу басқа нәрсенің бәрінен әлде қайда маңыздырақ және білім жинау жолы арқылы ғана адам ізгі және қайырымды бола алады деп есептеді. Ол сұрақ және жауап әдісін қолдана отырып жаңа білім іздеді. Сократ еске түсіру арқылы таным қалыптастыруға үйретті. Бұл ілім бойынша біз өлмейтін жанымыздың бұрынғы өмірінде игергендерін есімізге түсіру арқылы білім жинаймыз. Сократ құндылық, әділет, ақиқат және әдемілік сияқты
ұғымдардың ақиқат мәнін сұрақ-жауап әдісінің көмегімен табуға тырысты. Осымен хабарымыз аяқталды. Сократтың философиясы туралы әңгімеміздің жалғасын келесі хабарымызда тыңдайсыздар. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.